Өмірдің мәні неде? Дәл осы сұрақты мен өзіме өте жиі қоятынмын. Бірақ бір күні ұстаздың бір әңгімесін оқып, шын мәнінде ойланып қалдым. Сіздерге сол әңгімемен бүгін бөліскім келеді. Ал егер канал ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды тастап кетсеңіздер болады. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Сонымен бір күні шәкірт ұстазынан былай деп сұраған екен: "Ұстаз, өмірдің мәні неде, қалай ойлайсыз?" деп. Сол кезде ұстаз ойланып тұрып, "Қандай өмірдің мәні деген, кімнің өмірін айтасың?" деген екен. Сол кезде бүкіл адамзаттың өмірін деп шәкірт жауап берген көрінеді. Сол кезде шәкірт ұстаз ойланып отырып, "Балалар, қалай ойлайсыңдар, өмірдің мәні неде?" деген сұрақты қайтара сұрапты. Сол кезде бір бала тұрып, "Өмірдің мәні мүмкін махаббат шығар" деген екен. Сол кезде ұстазы, "Я, жаман емес, махаббаттың да бұл өмірде орны өте үлкен" деп айтқан екен. Сөйтіп екінші бала тұрып айтқан екен: "Өмірдің мәні тек қана махаббатта ма не сонда?" деп. Сөйтсе екінші бала тұрып, "Мүмкін өмірдің мәні өзіңнің артынан із қалдыру" деген екен. Яғни ұстазсыз сияқты деген сияқты. Сосын ұстаз тұрып, ол да өте жақсы. Мысалға, сен мені білмейтін адам болсаң, мүмкін сен маған жағымданып тұрсың деп мен ойлайтын едім" деп күлген екен. Сосын үшінші шәкірт тұрып айтқан екен: "Мүмкін өмірдің мәнін іздеу керек шығар" деп. Сонда ұстаз ойланып тұрып, "Қане, ойыңды терең айта қойшы" деген сұрақ қойған екен. Сөйтіп, үшінші шәкірттің жауабы: "Егер адам өмірдің мәнін іздесе, ол басында артында таба алмайтын сияқты. Өйткені міндетті түрде оның ойын жоққа шығаратын тағы да адам табылады. Сондықтан да өмірдің мәні мүмкін қазіргі уақыт, яғни осы сәт шығар" деп жауап берген екен. Сондықтан да өмірдің мәнін іздеп, оған уақыт кетірмей, бүгінгі өмірмен өмір сүріп, алғыс білдіріп, оны жаңағыдай сапалы түрде өткізу әр күнімізді өте маңызды деген екен. Сондықтан да шынымен де ойланып қарасақ, біздің қайталанбас күнделікті өміріміз бұл өте маңызды. Өйткені көп адамдар өткенмен, болашақпен, реніш, өкпемен өмір сүреді және күндердің жақсы күнін байқамай қалады. Балалардың жетістіктерін көрмей қалады. Өзінің өмірдегі бүгінгі тамаша денсаулығын, үйінің баршылығын, денсаулығының бар екенін, жалпы көп жақсылықты байқамай қалады. Сол себептен де осы әңгімеден кейін шын мәнінде өмірдің мәнін іздеу керек емес шығар деген сияқты менде ой пайда болды. Жалпы бүгінге енді айтарым осы: егер өздеріңіздің қосарларыңыз болса, жазып кетсеңіздер болады, міндетті түрде оқып, танысуға дайынмын. Мен өйткені әрдайым барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Сонымен қатар мен сіздерді өзімнің авторлық онлайн және офлайн консультацияма шақырам. Егер де қандай бір мәселелеріңіз болса, міндетті түрде WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Ол міндетті түрде описаниеда ссылкасы болады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін.